Саламатсыздар ма, Мералап ұжымдары, сіздерге алғысым шексіз. Мен Құда қаласа балам Нұриман 3-ші курсты аяқтайды. 3-ші курста да көп нәтиже көрдім. Балам бұрында өзіне құм шашатын, бізге топырақ шашатын, қазір соны қойды. Сосын қазір уже балаларға ойнағысы келіп, жаңа итеріп бастап жүрді өзгеріс. Сосын тілі жыбырлап, бірдеңе айтқысы келеді, сондай бір сөздер қосып жүрді. Далада ойнап жүргенде жаңағыдай балалардың велосипедіне мінемін деп, самокатын айдайын деп қаласып жүрді қазір. Бұрын ондайларға вообще қарамайтын. Қазір енді мультфильм көріп жүр, мультфильмдегі әндеріне қосылып жүр. Бұрын вообще ондай қосылмайды. Сіздерге рахмет. 1-ші курста келгеннен кейін, 1-ші курстан кейін балам жақсы ұйықтауды бастады. Сол ұйқысы бірінші тынышталды. Мысалы күндіз ұйықтаса, ол түнде ұйықтамайтын. Қазір наоборот ұйықтай береді. Осы Раушан Саматоваға сол бізді сол неврологқа келдік. Қазір енді балам ұйықтайтын болды. 2-ші курстан бері балаларға қосыламын деген бастады. 3-ші курс уже балалардың велосипедіне, самокатына уже таласып жүрді қазір. Қазір енді балам деді, балалармен ойнайын деп, сондай қарым-қатынасқа түсемін деп ынталанып жүрді қазір өзгерістер. Далада ойнап жүргенде де детский площадкада балалардың велосипедіне таласып жүр. Сосын самокатына мініп айдап жүр. Бұрын ондай самокат вообще айдамайтын. Вообще велосипедке қарамайтын да. Қазір сондай қызығып жүрді. Сондай өзгерістер байқап жүр баланың. Сосын жаңағы бұрында балаларға вообще жақындамайтын. Қазір балаларға қосылып, бірандай итеруді бастап жүр. Нәтижесін көріп жатырмын да. Сосын ұзақ бірдеңелер айтқысы келеді балам. Сосын бір рет бассейнге барғанда да, осы 2-ші курстан кейін ба, сөйтсе балам тұншығып жатыр, сөйтсе мама деп айқайлап жатыр. Одан кейін осы тағы да енді осы 3-ші курстан кейін байқағанда балам уже балаларға қосылғысы келіп жүр да. Сосын жаңағы итеріп бастап жүр қайта балалар. Сосын бір рет мен холодильникте кола тығып қойған, басқа балаларыма бердім да, оған бермей қойдым, кола деп айт десем. Сөйтсем балам кола айтып тұрды маған ше. Бұрын вообще өйтіп айтпайтын. Қазір осы күнделіктің нәтижесі деп білемін, 3 курс аяқтаған. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын.